аса бір құдіретті нәрсе бар. Содан біз айырылған күні жерден де айырыламыз, елден де айырыламыз, тұрмыстан да айырыламыз, бәрінен де айырыламыз. Ол тіл. Сондықтан да біз мына тілді сақтау арқылы жанымызды сақтаймыз, қанымызды сақтаймыз. Біз қанымызды сақтаған жерде қазақ деген ел еш уақытта да өшпейтін, өлмейтін болады. Меніңше ең алдымен елдік мәселесі, қалай ел болып қалуымыз керек, қалай тілімізді сақтауымыз керек, қалай әдет ғұрпымызды дамытуымыз керек, қалай біздің ұлттық дәстүрімізді көздің қарашығына сақтауымыз керек, қадірлеуіміз керек. Әкеміз сияқты мемлекетке, халыққа қызмет ету. Бұл енді бірінші мәселе. Егер де мен сөйтіп қызмет ете алсам, елге жұмыс істей алсам, бұл енді мен перзенттік парызымды бір орындағаным деп өзім есептеймін. Әрине бұл жерде енді мен көп нәрсені бітіре қойған жоқпын деп өзім ойлаймын. Әлі көп нәрсе жасау керек сияқты елге қызмет ету тұрғысынан. Сондықтан енді бірінші енді мен өзімнің сол перзенттік парызымды халыққа, ұлтқа қызмет ету деп санаймын. Әкеміз сияқты. Әкеміздің маған үйреткен нәрсесі, ол енді қай жерде жұмыс істесең де, кім болып істесең де, ол еліне еңбек етуді үйретті. Қай жерде жүрсең де, қай бір жұмыста болсаң да, әрбір шешіміңді ел тұрғысынан, елдің мүддесі тұрғысынан жасауды үйретті.